Армысыздар көзі қарақты көрермен. Биылғы жылдан бастап Қостанай облысының әкімдігінің қолдауымен оқы және жең онлайн байқауы өтіп жатыр. Бұл жобаға ұжыммен атсалысып жатқан Лев Толстой атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының ұжымның үлесі орасан зор. Енді бүгінгі алғашқы подкастымыздың алғашқы эпизодына қонағымыз келіп отыр. Педагог, аудармашы, білім саласының үздігі, білім беру саласының құрметті қызметкері, Ыбырай Алтынсарин және үздік педагог медальдарының иегері, қазына сыйлығының иегері Сүйінкина Белаш Балтағызы. Апа, енді қош келдіңіз. Бүгінгі алғашқы әңгіме дүкеніміз жалпы ұлттық руханият туралы, әдебиет туралы болады, өрбиді деген ойдамыз. Жалпы бүгінгі қазіргі жастардың кітапқа деген қызығушылығын қалай арттыруға болады? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы кітапқа қатысты, кітап оқуға, газет, журнал оқуға қатысты тақырыптардың бәрі өзекті деп ойлаймын. Өйткені кітап ол рухани қазына, ешқашанда ескірмейтін құндылық деп ойлаймын. Сондықтан сіздердің осы Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық ғылыми әмбебап кітапхана қызметкерлерінің осы оқы және жең байқауын, жобасын қолға алуы өте құптарлық іс деп ойлаймын. Себебі өмірді кітапсыз елестету мүмкін емес. Кітапсыз өмір ол сүреңсіз өмір, мән мағынасыз. Сондықтан осы кітапханаға рахмет айтамын. Енді бұл жобаға қатысушылардың марапаттауында мен болдым, жастар сарайында. Өте керемет. Оған енді оқушылар да қатысқан екен, үлкен жастағы азаматтар қатысқан екен. Мысалы, мен жұмыс істеген Қостанай педагогикалық колледжінде бір азамат сол ұтысқа ие болды. Сондықтан мен бұл жобаны қолдаймын. Бұл жобаның мақсаты, енді өзінше былай пайымдап қарасам, кітап оқуға ынталандыру, қызықтыру. Неге десеңіз, енді қазіргі соңғы жылдары көп айтылып жүр ғой, жастар кітап оқымайды. Бәрі интернетке бет бұрды. Смартфон, телефон қарайды деген сияқты. Енді ол ондай технологиялардан өзіне керегін ала ма, танымдық өзінің дүниесін кеңітуге арналған материалдарды қарай ма, хабарларды қарай ма. Ал кітап болса, ол енді нақты ғой, енді автор кім екені, оның кітаптың тақырыбы, оның мазмұны, сол оқырманның көз алдында, оны қайталап оқуына, қайта-қайта парақтап ұстауына деген сияқты. Сондықтан мен кітап оқуға үндейтін сіздердің жобаларыңызды қолдаймын. Рахмет апай. Жалпы біздің Қостанай облысының әкімдігінің қолдауымен осындай онлайн үлкен байқаудың жалпы өзінің ережелері бар. Мысалы, 10 мен 14 жас аралығындағы, 15 пен 18 жас аралығындағы, сосын 19-дан ары қарай ересек жасқа кетеді. Яғни жаста шектеу жоқ. Бұл жерде анау еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін өзіңіз айтпақшы осындай үлкен іс-шараға атсалысуы, бұл біздің мемлекетшілдікке, ұлт болуға, қалыптасуға өзіміздің бір үлесімізді қоссақ деген ел алдында жүрген апталдай азаматтардың осындай іс-шараны қолдап, кітапханамен ұйымдасып істеп жатқан үлкен іс-шараларының бірі ғой енді апай. Осындай бір іс-шараларды көріп отырып, өзіміз шынымен де қуанамыз. Өйткені біз көбіне осы оқу барысында өзіңіз педагог болғаннан кейін, мысалы, Мағжан педагогикасы істейміз ғой. Мағжанның өзіне айтып кетті, біз ұлтты сүю, елді сүю, жанымызды таза ұстау арқылы өнерге, білімге ұмтылу біздің Мағжанның айтып кеткен педагогикасында. Енді жалпы қазіргі біздің өзіңіз енді сабақ беріп жүрген кезде байқайтын шығарсыз, көп ұстаздарда бір жаттанды білімге, жаттанды бір нәрселерді айтқысы келіп тұратындай сабақ барысында бір жаттандылыққа үйірміз бәріміз.
кітаптан бірдеңені оқып соның деңгейінен аспау бір тақырыптың. Ал енді кітапхана деген үлкен білім қазынаның ортасы ғой. Сондықтан кейде біз кітапханаға оқырман іздегенде өзіміз арнайы хат іздеп, арнайы оқырман өзіміз іздеп кететін кейде бір сәттер болады. Сондықтан мынау біздің басшылықта отырған, мынау әсіресе оқу жүйесінде отырған басшылар осы ізінен ерген шәкірттеріне осындай біздің кітапханада болып жатқан үлкен іс-шараларға жіберіп, олардың ұлттық руханиятын дамытса, білімін көтерсе, өйткені жүрегінде ұлтқа деген сезімі жоқ адамнан не күтуге болады? Осы бір жайлы бір ойыңызды қоса кетсеңіз, педагог ретінде өзіңіз. Енді әрбір қазақ, әрбір қазақстандық енді мақтан тұту керек қой. Осы Қазақстан деп аталатын тәуелсіз мемлекетіміз барына, оның жерінің, тұрғылықты халқы, жергілікті халық, қазақ халқының өзінің тілі, ана тілі, оның салт дәстүрі барына. Енді осылардың бәрін білгізу үшін біз білімді, мысалы қосымша білімді кітаптардан аламыз. Сондықтан кітап оқуға баулу өте керекті шара деп ойлаймын. Осыдан бірер жыл бұрын ғана осы оқу ағарту министрлігі оқуға құштар мектеп деген жобаны қолға алды. Енді бірақ дей тұрғанмен де осыған бәрі атсалысып жатқан сияқты көрінбейді маған. Енді осы турасында мен мынау Абай атындағы мектепте болдым. Мені сол мектеп директорының оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары Жасұлан Бекентаев деген азамат шақырды. Сұхбат сол мектептің кітапханасында өрбіт. Сонда бұл мектепте арнайы бұрыштар бар екен. Оқуға құштар мектеп екенін енді айғақтайтын, балалар үзіліс кезінде соған қарап оқитын бұрыштар бары мені қуантты. Сондай енді жеке орындар өзге де мектептерде болса, жай енді орысша айтқанда ради галочки дейміз ғой, сол үшін емес, енді формальный емес, шынайы түрде жан ашып балаларды, жас ұрпақты оқуға тарту үшін енді шындап қолға алса екен. Шын мәнісінде оқуға құштар мектептер саны, оқушылар саны көбейсе екен деп ойлаймын. Және енді ұлт дегенде ұлттық идеологиямыз болу керек қой енді біздің. Біз енді өзіміздің ұлт ретінде президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай озық ойлы ұлт екенімізді таныту үшін біз білімді болуымыз керек. Білім деңгейі бізде жоғары болу керек. Ал өкінішке қарай мен газет беттерінен оқып отырамын осы білімге қатысты мақалаларды. Әсіресе маған академик, Қазақстан Республикасы педагогикалық ғылымдар академиясының президенті Асқарбек Құсайыновтың мақалаларын айтты. Сол кісіні мен қашаннан газеттен көрсем болды қиып алып сақтап қоятынмын. Сосын бір жыл, қай жыл екен, 2015 жылы мен Қазақстан мектебі журналына осы кісінің мақалалары туралы не жаздым, материал жаздым. Ол Қазақстан мектебі журналында басылды. Бір күні мені хатшы шақырады, директордың, сізді шақырып жатыр. Сөйтсем сол Алматыдан хабарласып тұр екен, сол Асқарбек Құсайынұлы, қателеспесем, әкесінің аты жөні. Осылай сізге рахмет, мен туралы жазыпсыз. Ал ол кісіні мен құрметтейтін себебім, ол кісі көп біледі осы білім саласына қатысты, оқушылардың білім деңгейіне қатысты. Финляндия сияқты білім деңгейі жоғары елдермен салыстырады. Енді ол кісі былайша қарағанда салыстырмалы педагогиканың негізін қалаушы маман, үлкен педагог. Сонда Финляндия, Швейцария, Бельгия сияқты озық елдің қатарына қосылу үшін біз солардан үлгі алуымыз керек. Бізде бастауыш сыныптардың саны
4 жылдық болмау керек, 6 жылдық болу керек деген сияқты. Иә, өйткені білім негізі бастауыш сыныптарда қалыптасады дейміз ғой. Сондықтан бастауышта білім мықты болатын болса, ары қарай оқушылар алып кетеді. Сонда біз өзіміздің енді өзімізді таныта аламыз ғой, енді республика деңгейінде, халықаралық деңгейде енді Құдайға шүкір деуге болады, біздің оқушыларымыз иә республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде үлкен жарыстарда иә білім жағынан кем түспей жатыр ғой. Математика саласынан болсын, басқа салалардан болсын, химиядан болсын. Бірақ енді біз өзіміздің ұлт екенімізді танытуымыз керек. Қазақ деген ұлтты енді ғана танып жатыр. Дұрыс айтасыз. Идеологияны. Бәрі білімге байланысты. Сөзіңіз сабақтай кеткім келеді. Жалпы ұлттық идеология дегенде біз бастауыш мектептен өзіміз енді бала кезімізде мысалы Шортанбайды, Шалкизді, Ақтамберді жырауларды, Бес ғасыр жырлайды кітабын жатқа өстіп оқыдық. Соның арқасында біздің тіліміз, ойымыз, жеке мінезіміз қалыптасты. Қазіргі мынау арамызда жүрген Елдос Тоқтарбай деген алаштанушы бауырым бар. Иә, мынау Санжар Керімбай деген ағамыз бар. Өзінің ұлтты оятып жүрген, ерекше бір тұлғаларды кітап шығарып жүрген, ұлттың арасында бір шамшырақ болып, бір жеке мінез, жеке ұлтқа қасиет тудырғысы келіп жүрген, ел алдында жүрген бір талантты ағартушылық жолындағы біздегі талантты адамдар некен саяқ қой енді. Алға ұмтылып жүрген. Сосын мен бір жаңа ойымды сабақтай кетейін. Жалпы біз мынау қандай бизнесмен болсақ та, қандай математик болсақ та, біз өзіміздің төл әдебиетімізді бойымызға сіңіріп, жүрегімізбен қабылдап, мысалы Оралхан Бөкейді, Мұхтар Мағауинді енді айта берсек көп қой, өзіміздің классиктеріміз Мұхтар Әуезовті, Ғабит Мүсіреповті мысалы мен 5-ші сыныпта оқып тастағам, оянған өлкені. Зейнеп Ахметованы оқыдым. Бауыржан Момышұлының келіні, енді өзіңіз білетін шығар қазір. Ол кісінің сол сияқты бір келін болғым келді. Сол кісінің анау 5-ші сыныпта оқыдым. Шуақты күндер деген кітабында атасына бүйтіп баста келе жатады ғой. Сонда Бауыржан ағамыз бүйтіп жаман көзбен қарайды. Мен де сондай бір қателікті жіберіп қоймайын деген сияқты санамда қалып қойды. Сондай бір әдемі сәттер. Ол үлкен тәрбие құралы ғой. Мынау 10 сыныпта Бақытсыз Жамалды оқыдым, Міржақып Дулаттың. Содан кейін маған бір ой келді. Мен бұл Бақытсыз Жамал сияқты күй кешкен сияқты, енді балалық қой бізде. Сол мен оқып, диплом алып, бір белді жерде қызмет етіп барып тұрмысқа шығу керек деген сияқты. Осы Бақытсыз Жамал мені оқуға балада қалып қоятын сияқты бір сезімдер болды да, мен де осы кітапты оқығаннан кейін сондай күй кештім. Яғни біздің өзіміздің әдеби құндылықтарымыз, жырауларымыз, мынау Маңғыстаудың бір жыр оқитын балалары бар ғой. Керемет, ол қазақтың бойындағы бір рухани құндылықтарды арттырады апай. Бізде көп әрине бизнесмен жолында жүрген, бизнес жолында жүрген жастар, өнерлі жастар, бірақ біз көбіне сол айғай-шуға ерік беретін сияқтымыз. Сол айғай-шу даңдың сахнадағы сондай бір дүниелерге жүйрікпіз да, ал өзіміздің ағартушылық жолымызға келгенде біз сол тұлғаларды неге танымай қаламыз? Осы жастарды мектептен кітапханаға тарту жолында бір қандай бір әдістерді айтар едіңіз? Мысалы біз оқу және жеңді үлкен ағалар өткізді, елдің қолдауымен биыл міне 2-ші рет өтіп жатыр. Жалпы биыл қаңтар айында 10.000 адам қатысқан, қаңтарда 8.000 адам қатысқан, қазір 10.000 адам қатысып отыр. Оның ішінде 3.500 арнайы тесттен өтіп, жалпы жаман нәтиже емес қой. Халықтың арасында бір дүмпу болып жатыр. Бірақ сол ұлттық көтерудегі, ұлттың рухын оятудағы үдеріс, осы қозғалыс сеңді қандай бір тәсілдермен жалғастырсақ, жастардың ойын қалай қозғасақ, кітапханаға қалай жиі әкелсек деген бір сізден бір ой сұрайын деп едім. Ол енді меніңше отбасындағы тәрбиеге байланысты ғой енді. Егер ата-анасы оқып отырса, кітап оқып отырса, газет, журнал оқып отырса, оны балалары да көреді ғой. Мен өзім солай деп ойлаймын. Одан кейін мектепте мынау сынып жетекшілері жұмыс жүргізу керек. Енді осы жоба, оқуға құштар мектептегі жоба қолға алынды ғой. Сол қалай жүзеге асырылып жатыр.
неге сол жөнінде мысалы теледидардан хабар бермеске, неге сіздер кітапхана қызметкерлері мектептердегі енді оқу тәрбие жұмысы жөніндегі меңгерушілер шақырып сол кісілермен неге дөңгелек үстел өткізбеске, мысалы кітапхана қызметкерлері осы оқуға құштар мектеп, оқуға құштар колледж дейді енді. Осы жоба қалай сіздерде жүзеге асырылып жатыр деп, енді нақты конкретный адам дейміз ғой, сол кісілерден сұрасаңыздар, олар өз ойларын ортаға салса деген сияқты. Одан кейін мұғалімдер меніңше белгілі бір кітапты жүктеп осыны оқып, соған негізгі басты кейіпкер дейміз ғой, сол туралы шығармалар жазса, оқушыларға шығармалар жаздырып, сол үздіктерін линейка дейміз ғой, линейка болады ғой, сол линейкада марапаттап жатса, мінекей кітапты оқитын деген сияқты. Вот сондай біртүрлі іс-шаралар бізде қолға алынбайтын сияқты. Әйтеуір қолға алдық, бізде жүріп жатыр осындай жоба деген сияқты. Ал оны шын көңілмен балалар қабылдап жатыр ма, шын көңілмен оқып жатыр ма, бізде енді онда шаруамыз бола қоймайтын сияқты. Енді тағы да әдіс тәсілдер бар шығар, оны ақылдасу керек, қалайша. Өйткені кітапты оқымай кетті ғой кейінгі кезде жастар. Апай, сөзіңіз аузыңызда, мына ұстаздарды енді қағаз басты деп ақтап жатамыз ғой. Бірақ енді мынау үлкен үйірмеде отырған басшыларымыз бар ғой, үйірмені басқарып отырған. Мен ойымша сол жердегі отырған адамдар мынау әдеби үйірмелерге, қазақтың тілін ұғынатын үлкен үйірмелерге атсалысу керек. Мысалы, айтыс туралы, жыр жаттау туралы, әдеби үйірмелер, поэзия үйірмесі осыған нақты атсалысса, мән беру керек. Осы үйірмеде қанша бала бар, қандай іс-шара жүріп жатыр деген сияқты. Сол кезде бір ұлттық бір сілкініс болатын сияқты. Және бір автобустардың ішінде өлең оқып, флешмоб, челлендж деген сияқты бір іс-шараларды тәуелсіздік келе жатқан кезде рухымызды көтеретін жастар автобусқа кіріп бір жарқыратып өлең оқыса қандай тамаша. Мысалы, менің өз ішіндегі көкірегімде сайрап жатқан арман осы балалардың мынау сауда үйлерінде келе жатып бір өлеңді жарқыратып оқи салу. Болды ғой біздің Қостанайда жаңағы дәстүрлі әншілеріміз көшеде жүріп бір домбырамен ән айтып. Наурыз кезінде ғана сондай нәрселер болады. Неге біз дәл тәуелсіздік келе жатқан кезде бір сондай нәрселерді қолға алмасқа? Жалпы біздің осы кітапханамен басшылықта сондай бір үлкен жоспарлар болып жатыр, Алла қаласа. Осындай бір үлкен өзгерістер істейміз деп қолға алып құлшынып отырған жайымыз бар. Сіздің ойыңыз? Жалпы енді кітап жәрмеңкесі болады ғой, мен кітап жәрмеңкесі сирек болса да, мен келіп қараймын, әрине. Тамаша кітаптар бар. Неге вот сол енді іс-шара ғой енді кітаптарды оқырмандарға сату, оларды таныстыру деген сияқты. Сол кезде неге осы оқуға құштар мектептердің ішінде ең бір танылған, осылар көп оқиды деген бір мектептің директорын немесе оқусының меңгерушісін, оқу тәрбиесінің меңгерушісін шақыртып, неге көпшілік алдында, бұқара алдында сөйлетпеске, олардың тәжірибесін неге алмасқа? Сонда жақсы ғой енді. Кітап жәрмеңкесі мынау оқы және жең конкурсы да оның ішіне кетеді. Оның ішінде мынау оқуға құштар мектеп жобасын іске асырушыларда солардың қатарында болады. Соны көрсетіп халыққа мінекей ең осы облыс бойынша осы мектептің оқушылары осылай жақсы оқырмандар деген сияқты бір іс-шара, нақты іс-шаралар ұйымдастырылса сол кітап жәрмеңкесінде деген ой ғой енді. Бір басқаларды тартатындай болып, сондай мысалы Абай мектебі орын алған екен, енді бізде қалмайықшы дегендей басқа мектептің бәсекелестік болу керек қой енді. Оған оқушылар да қатысса, сол жақсы оқырмандар, оларға грамоталар, керемет бір айфон не беру емес, енді бір кітап сыйласа. Баяғы біздің оқып жүрген кезде бізге кітап сыйлайтын жақсы оқитын оқушыларға. Сол үрдіс жоғалып кетті ғой қазір. Керемет сыйлық. Керемет сыйлық. Солай болатын енді. Тағы да басқа сондай іс-шаралар енді ойластыру керек, ақылдасып отырып. Педагогтер мен кітапханашылар жиналып отырып, қалай біз оқушыларды қызықтырамыз, тартамыз,
осындай оқуға деген сияқты. Кітап сыйлау деген сөзіңізден кейін Иә. апай есіме түсіп отыр. Бала кезімде мынау бөлем маған бір сыйлық жылтын сыртын орап бір сыйлық алып келіп, сосын оны шоколад екен деп ашып қалсам, Жанат Тілшібековтің «Жоғалған теңіз» деген повесті бар. Жанат Тілшібектің күшті ғой. Соны оқып, мен бір 3-ші сынып кезім шығар. Сол менің шынымды айтсам әдебиетке деген ынтамды ашты. Сонда жаңағы бөлемнің менің осы әдебиетке келуіме, әдебиетке құштар болуыма септігі тиіп тұр. Сондықтан осы кітап сыйлау үрдісі бізде жақсы даму керек сияқты ғой. Біз жастайынан, дұрыс айтасыз, отбасындағы тәрбие, өзіміз кітап оқымай, біз баламызға кітап оқы деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан ата-аналар арасында да бір үлкен жарыстар ұйымдастыру керек сияқты. Сөзден сөз шығады ғой. Енді осы іс-шараларының бәрі бізді қолдап отқан ағаларымыздың құлағына жетеді деген ойдамыз. Жалпы апай өзіңіз бір... Сосын оқырмандар конференциясы бұрын өткізуші еді ғой. Қазір мен естімеймін. Мен осы оқырмандар конференциясына осында мен 8 жыл тұрамын ғой, енді Рудныйдан көшіп келдім. Бірде-бір мен шақыртып алған жоқпын. Қызық қой, мысалы, мынандай кітапты біз ұсынамыз, осындай не болады. Ол жоба бізде алып жатыр апай. Осы үлкен қызық қой ол да. Үлкен кісілерге арналған үлкен клуб. Ол жерде кітапты талқылау, оқырманның ойы. Біздің кітапханада ол жоба іске асырылады, Алла қаласа. Ол жоба қолға алынып жатыр. Енді апай өзіңіз бір шама қазыналар алып келіп отыр екенсіз, кітаптар алып келіп отыр екенсіз жастарға. Жалпы мен өзі кітапты көп оқитын адаммын. Мен газеттерден маңызды тақырыптарға материалдар жинап жүремін. Мемлекет басшысы Тоқаевтың бір сөзі бар. Мен жалпы көп оқитын адаммын деген сияқты асынсыз оқимын. Менде сол кейде кітапты шимайлауға болмайды ғой, арасында кейде қаламмен шимайлап, сосын кітапты шимайлап отырмын ғой деп қарындашпен оны өшіп тастауға болады ғой. Жалпы бала кезімнен мен оқуға құштар болдым. Біздің Наурызым ауданында, мен Наурызым ауданының Наурызым ауылында тұрдым ғой, қазір ескі Наурызым деп аталады. Одан басқа бір Кеңшар дейміз ғой, совхоз болған жаңа Нова Наурызым болып кетті. Біз сонда тұрдық. Мен бастау сыныптан бастап оқыдым. Енді имандай шыным, өтірік айта алмаймын, өтірік айтпаймын. Мен сол кітапханадағы қазақ тілінде кітаптардың бәрін оқып бітірдім десем, ол өтірік емес. Олардың ішінде Сәкен Жүнісовтың Жапандағы жалғыз үй, Сауфан Шаймерденовтың Инеш, мен мазмұндарын ұмытып қалдым. Сосын менің атым Қожа, Бердібек Соқпақбаевтың, тағы сол сияқты. Бірде сол әкеме қолқа салдым, әкемде газетті көп оқиды. Кітап оқымаса да, бірақ энциклопедиясы болды. Мен айтым, маған кітап сатып әкеп берші, баламын ғой енді. Сонда әкем маған не әкеп берді? Лермонтов, Михаил Юрьевич Лермонтовтың «Герой нашего времени» қазақша аударылған екен. Сода жаңа кітап. Соны сұрамаппын да, біздің заманның геройы деген кітапты мен төбедегі отырып, бір күннің жазы ғой енді, көзім талғанша оқып шықтым ғой, жатып алып та оқи берем. Сейдахмет атам марқұм айтушы еді, балам жатып оқыма, көзің нұр кетеді деп. Шын мәнісінде уже 7-ші сыныпқа қарай мен көзім артық қатып отырған кезде оқи беруші едік қой. Иә, жатып алып оқи беретінімді. Кітапқа сондай құмарттым. Енді осы кезде де мен әлеуметтік желіні қарап отырамыз ғой енді арасында. Сонда бірде Ақшта Бақтыгереев, ол кісі бетінде 80-ге толды осы таяуда. Сол кісі менің Фаризам деген кітап шығарыпты. Сосын мына жердегі осы көшенің бойында ғой деймін, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы кітап сататын дүкен. Осы кітап түскен жоқ деді. Әйтеуір менің телефонымды жазып алды да, Алматыдан түсті ғой деймін. Соны маған қоңырау шалып, олар неке тамаша жазылған екен. Екеуінің арасында достық, Фаризаның мінезінің енді қатаңдығы, қайсарлығы, қандай тамаша кітап, жеңіл оқылады және мына кітап. Содан тағы бірде Бауыржан Омарұлы деген керемет жазады ғой бұл кісі де. Әлеуметтік желіден шеге ұғым деген танымал адамдар туралы. Сосын мен сол неге жазып жібердім. Осы кітап менің қолыма қалай түсер екен, кітап дүкенінде бар ма екен. Соны осы әкімдіктен Ренат Мұхаммедқали сол Астанаға бір жиынға барғанда
мына кісі беріп жүріпті. Мгм. Бұл кісі мені біледі екен, Бауыржан Омарұлы. Осы кітапты маған ескерткішке Бауыржан Омарұлы. Бұны да оқыдым, мен түгел оқып шықтым деп ата алмаймын. Сосын осы жақында мынау Алмасбек Әбсадық өзіміздің осы жергілікті, мынау КГУ-да істейді ғой. Ахмет Байтұрсынұлы туралы мынау. Мен өзім Ахмет Байтұрсынұлы туралы кезінде жаздым. 22-ші жылы 150 жыл толады деп маған бір іс сапарға бара жатқанда кім айтты? Бақытгүл Зарлыққызы. Сосын ойлап қалдым, мақала жазу керек екен ғой. Ойдан қырдан материал өзімде де бар ғой енді. Ахмет Байтұрсынұлы туралы Аңыз Адам журналы бар, басқа да газет қиындылары бар. Одан кейін көп материалдарды қарап, ұлтқа қызмет етудің үздік үлгісі жақсы шықты. Оның жақсы шыққанын қайдан білдіңіз деп сұрасаңыз, редакциядан Егемен Қазақстаннан өздері хабарласты. Сіздің мақалаңыз шықты деп. Өзім де риза болдым. Бір бетті алған екен. Одан кейін тағы да жаздым. Осы Ахмет Байтұрсынұлы кітапты оқыған, былай итермелеп отырады екен, одан сайын біле түсуге. Мен бұны бастап енді оқып жатырмын. Ахмет Байтұрсынұлы туралы енді осы кісіні тереңірек танығысы келетін, мысалы, аспиранттар бола ма, студенттер бола ма, филология факультетінің, мен ұсынар едім осы кітапты. Маған почта арқылы жіберді осыны, көмекшісі. Сосын енді бүгін ғана Жарасбай Сүлейменов деген кісінің, бұл кісінде мен әлеуметтік желіден қарап қалдым, былай бір өзінің мәселесін жазған екен. Мен айттым, бәрі жақсы болады, енді уайымдамаңыз деген сияқты. Сіздің мақалаларыңызды мен оқып отырамын. Мен сол кісінің бүгін 5 томдығын маған почта арқылы жіберіпті мына кісі. Соның 5-ші томын алып келгенім ғой. Мен осы кітаптың бәрі енді керек, құнды дүние. Енді бізде әрине мындай жеке ақынға, жазушыға арналған журнал шығарылмайды Қостанай облысында. Абай журналы бар, ол көптен бар ғой. Мынау Солтүстік Қазақстан облысында Мағжан журналы шығарылады екен. Соған мына кісі Жарасбай Сүлейменов жетекшілік етеді екен. Сол бір данасын жіберді, мен ойлаған жоқпын осындай журнал шығатынын. Яғни өзімізде де шығару керек. Мысалы, Бейімбет Майлин туралы журнал шығарса, біздің облысымыз. Енді мен осы журналға жазылатын шығармын деп ойладым енді.